Бұл Ақтөбе облысы, Шалқар қаласы, Әліби Жангелдин атындағы жалпы орта білім беретін мектебі. Оқушылардың асыға кіретін кабинеттерінің бірі өзін-өзі тану жанға жайлы, әсем безендірілген парта қойылысы да бөлек. Жұмсақ жиһаз өз үйіміздің бір бөлігі осы кабинетте орналасқандай. Тақта жанында ғұламалардың ғибратты сөздері жазылған. Оқушылар бұл сабақта жалпы адамзаттық құндылыққа негізделген тапсырмаларды қызыға орындайды. Ол үшін оқушылардың шығармашылық жұмыстарына арналған бұрыш жасақталған. Сөрелердегі журналдарды біз үнемі оқып отырамыз. Сондай-ақ сөрелерде әр сыныптың шығармашылық жұмыстары жинақталған папка жасақталған. Пән мұғалімі өз сабағында қолданатын әдістемелік құралдарын да осында қойған. Өзін-өзі тану пәні кабинетіміздің меңгерушісі, пән мұғалімі Настанбаева Жанар Темірханқызы, жоғары санатты мұғалім. Ұстаз өз пән аясында бірқатар тәжірибелерін облыс, аудан көлемінде таратып келеді. Бірнеше жинақтарға сабақтары мен мақалалары енген. Екі 2018 жылы айыз бен саны бойынша әдістемелік құралы жарық көрді. Сондай-ақ пән мұғалімі Жанар Темірханқызы талантты, дарынды оқушылардың жұмыстарын жинақтап, кітапша шығаруды дәстүрге айналдырған. Ақындардың, суретшілердің жинақтары арнайы тұсаукесер рәсімімен өткізіліп, жарыққа шығарылады. Өзін-өзі тану 10 күндік аясында көшпелі көрме жұмысы ұйымдастырылады. Күндік кезіндегі іс-шаралар туралы бейнесюжет YouTube желісінде Жанар Насанбаеваның каналына жүктелген. Көріп, тамашалауларыңызға болады. Сіздермен бірге болған өзін-өзі тану пәні бойынша республикалық олимпиаданың 1-ші дәрежелі жүлдегері Гүлзат Талмағанбет.